Сәлеметсіздер ме балалар? Баршаларына қайырлы күн. Бүгін бізде ауыл шаруашылығын электр мен жабдықтау пәні бойынша өндіріс оқыту сабағы. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын кішігірім өзінің мотивациялық бейнебаянына Айтыла жауыры шыққан тақырып. Абай да айтты, Мағжан да айтты, Ыбырай да. Соншама қанымызға сіңіп кеткен қандай індет бұл. Жұмыстың жүрмеуі білімсіздік. Кедейшілікке апаратынын білеміз осы жалқаулықтың. Ең қызығы не білесің бе? Жалқаулық деген нәрсе жоқ. Ол бар болғаны еріншектердің жиынтығы. Ерініп тұрған сені мен, ерінбей тұрған сені айыратын тек жасау. Сол ерініп тұрғанда орныңнан тұрып, жасау үшін тек 5 секунд қана уақытың бар. 5 секундта жасасаң жасадың, демек мықтысың. Жасамасаң еріншексің, жалқаулыққа жем болдың. Қазір ерініп отырсаң, есіңде болсын, тек 5 секунд қана уақытың бар. Еріншектікті жеңу үшін 5, 4, 3, 2, 1. Кеттік жеңіс жолына. Бұл бейнебаянда сендерге оқудың қаншалықты маңызды екенін, ерінбей екпелестерге жетуге болатынын, ұйқының орнына оқуды таңдауға кеңес беремін. Ұйықтаған кезде сендердің армандарың түстеріңнен кіретін болса, ал оқыған кезде сол армандағыдай өмір сүре аласыңдар. Сонымен бүгінгі бізде сабағымызда кім жоқ? Себепті ма? Ауырып жатыр? Жарайды, рахмет. Ал бүгінгілер ең бірінші жаңа сабағымызды түсіндірмес бұрын бізге алдыңғы өткен тақырып бойынша үй тапсырмасын берген болатынмын. Алдыңғы біздің сабағымыздың тақырыбы қандай еді? Сымдар мен кабельдердің тасқындарын ұштау және бекіту. Солай емес пе балалар? Иә. Сендерге екі тапсырма берген болатынмын. Бірінші тапсырма кабельдер мен сымдардың айырмашылығын табу, ал екінші тапсырма фабрика кәсіпорны арқылы сөз жолақты шешу. Ең бірінші тапсырмамызға назар аударсақ. Біздің жанр тақтасы арқылы кабельдер мен сымдардың айырмашылығын табамыз. Сіздерге жұмысы болған. Ал кім шығады бірінші? Қайрат келе ғой. Ал кабельдердің айырмашылығын таба ғой. Бірінші кезеңіміз бізде сымдарға кабельдерге ОВГ жатады. Және жүргізу әдісі жабық өртте пластикалық. Қызмет ету мерзімі қанша жылға? Ең жоқ. Қызмет ету мерзімі 30 жылға жоқ. Бұл қандай кабельдерге жатады? Ал және де маркировкасы монолит. Енді жабық түрде жасалды. Бүгінгелер қалай ойлайсыңдар? Өздеріңе дұрыс шықты ма, осында жауап шықты ма? Жарайсың, отыра ғой. Ал екіншісіне кім шығады? Сымдар тақырыбына келе ғой. Сымдарға қызмет ету мерзімі 15 жылға жуық жатады. Мағжан пункт жүргізу әдісі ашық түрде. Яғни көп жатыр. Жарайсыңдар бүгінгелер баптарында осылай шықты ғой. Жақсы, жарайсыңдар балаттар. Ал біздің екінші тақырыбымыз қандай болған? Яғни сөз жұмбақ шешу. Ол үшін бізге
кіріп, сөз жұмбағымызды шешеміз. Ауылда кім бірінші сұраққа жауабынан кім шығады? Келе олғақ келе. Бірінші сұрағым ғой, одан кейін жауабын айтамын. Сырты экранды қапшығымен қоршалып, желілдікпен қапталған бір өткізгішті өзегі бар кабель. Бұл қандай кабель? Коаксиальды кабель. Ал білімгерлер, екінші сұрағымызға кім шығады? Келе ғой Ақытжан. Бұл кабельдер әсіресе ғимараттардың ішкі бөлігіне тартылатын кабельдердің түрі. Екран алмаған кабель. Қандай? Екран алмаған. Екран алмаған. Қандай? Кабель. Иә? Жарайсың? Білімгерлер? Жарайсың Ақытжан. Ал білімгерлер, үшіншісіне кім шығады? Келе ғой. Жарайсың. Отыраға. Бесінші сұрағымызға кім шығады? Келе ғой. Жарықты сигналдарды өткізуге пайдаланатын мөлдір материалдар жасалған жек кәртес кабель ол опты талшық. Қандай? Опты талшық. Опты талшық. Жарайсың. Енді біздің бастапқы сөзіміз қандай болды? Кабель. Дұрыс па? Жарайсың, отыра ғой. Ал, балалар, біз алдыңғы сабақта сымдар мен кабельдердің кіріспеме және ұштауды және жалғануды үйрендік. Яғни сабағымызды қорытындыладық. Енді біздің сабағымыздың тақырыбы сымдар мен кабельдердің қалсымдарын түйіспелі қыздырып тәсілмен дәнекерлеу, яғни паялау. Сабағымыздың мақсаты сымдарды дәнекерлеу және пісіру тәсілі арқылы жалғау туралы түсінік беру, түйіспелі қыздыру тәсілі арқылы сымдар мен кабельдердің қалсымдарын пісіру және дәнекерлеу жұмыстарында дағдыландыру, теориялық білімдерін практикада қолдана білуге, сымдар мен кабельдерді дәнекерлеу арқылы жалғауды үйрету және дамыту. Біздің сабағымызда ең керекті бұл бастапқы керекті не? Техникалық қауіпсіздік ережесі. Бұған құралдардың дайындау және дұрыстығын тексеру, екінші электропаялық күшінің тексеру, жұмыс орнында артық заттар болмауы, тәжірибеге керекті құралдарын тұруын қадағалау, жұмыс орнында тез тұтанатын және жанармай сұйықтығы бар екенін тексеру, жоқ екенін тексеру және желдеткішті қосу. Біз ең алдымен жұмысымыз бастамас бұрын пісіру және дәнекерлеу ұғымға назар аударайық. Пісіру дегеніміз бір-біріне жалғастырылатын екі бөлшектің түйісетін жерін қыздыру арқылы олардың атомдарын өзара біріктіріп, бөлінбейтіндей етіп тұтастыру несі? Процесі. Дәнекерлеу жалғаудың ең сенімді, бірақ күрделі әдісі. Яғни сендерге түп нұсқасын көрсетейін. Бұл біздің дәнекерлегіш. Дұрыс па? Бұның металдар дәнекерлегіш, яғни паяльник. Металдарды дәнекерлеу кезде қолданатын құрал, ішкі құрылымнан бөлсек, қыздыратын зат, стержень, изоляциялық қалам, яғни қалам қышқылынан тұратын ең азан түрлі стерженьді паяльник. Бұл ыңғайшы жерде орналасқан заттарға кабельдерді пайдалануға арналған құрал.
қызметі. Сым, мыс сымдарды қалайы өткізгіш сымдарымен дәнекерлеу және тағы басқа материалдарды дәнекерлеуге қолданатын құралымыз. Ал бізге кабельдерді бір-бірімен тұтастырып, біріктіріп дәнекерлеу үшін дәнекерлегіш, яғни оның құрал жабдықтары керек. Мынау біздің припой, яғни дәнекер. Дәнекер дегеніміз қорғасы мен қалайының қорытпасы біріктіру материалының қызметін атқаратын құрал. Плюс жалғау біріктіру жұмыстарына қыздыру арқылы қолданылады. Плюстер мынандай талаптарға сай болуы тиіс. Металмен біріктіру арасында ешқандай химиялық реакция бермеу керек. Тазалау барысында дақ қатырмау керек. Әмбебап плюстер алюминийден, мыстан жасалған сымдардан жалғануға қолданылады. Құралымыз бұл сүйек. Сүйек түрі және қатты түрі. Екі түрге бөлінеді. Екеуінің қызметі бір. Ал бүгінгелер осы сабағымызды қорытындылай отырып, бейнебаянда назар аударсақ. Классымыздың тақырыбы кабельдер мен сымдардың тасымдарын түйіспелі өткізу тәсілімен дәнекерлеу, оған қажетті құрал жабдықтарымыз жұмыс қолбағы, қысқыш, кабельдерді ашуға арналған жабдық, егеу, кабельдер, канифоль, плюс дәнекер, припой және дәнекерлегіш. Қажетті құрал жабдықтарымыз. Ең алдымен бізге техникалық қауіпсіздік ережелері қатаң сақтана отырып, жұмыс қолбағын міндетті түрде киюіміз қажет. Ендігі біздің жұмысымыз кабельдерді қолымызға алып, қысқыштың көмегімен басын тазалаймыз. Ендігі біздің жұмысымыз кабельдерді алып, қысқыштың көмегімен артық заттардан тазалаймыз. Ендігі жұмысымыз кабель ашқыштың көмегімен кабельдердің бетіндегі оқшаулағышын тазалаймыз. Ендігі біздің жұмысымыз екі кабельдердің бастарын, ашқан басын бір-бірінен жалғап бекітеміз. Жалғап болдық. Ендігі кезек дәнекерлегішті алып, оның басындағы тақтардан егеу көмегімен тазалаймыз. Ендігі біздің жұмысымыз сүйек плюстың көмегімен кабельдерді толтырылған, яғни химиялық реакциясынан тазалаймыз. Ендігі жұмысымыз дәнекерлегішімізді қолымызға алып, оған дәнекерлеген припойымызды жағамыз.
кәсіпкерлік қыздыру тәсілімен дәнекерлеу, яғни жалпы электр мамандығы ауылда болсын, қалада болсын, сұранысы көп мамандық. Ал бүгінгелер бұл жаңа сабағымызды түйіндей отырып, КПП мен сындардың жалғану және дәнекерлеу әдісін көрдіңдер, енді біздің келесі кезеңіміз осы жалғану тәсілі арқылы дәнекерлеуді нұсқаулық картасы арқылы жасап көреміз. Бүгінгі сабақ өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Бізге енді осы сабақтан алған білімдеріңді бекіту барысында Kahoot программасы арқылы тест жауаптарын шешейік, тест сұрақтарын шешейік. Өздеріңіздің жеке ұялы телефондарыңызды алып, Kahoot программасына кіріңіздер. Енді тестімізді бастайық. Жарайсың, Ахатжан, сен бірінші жалғыз дұрыс жауап берген Ахатжан екен. Екінші сұрағымызға назар аударайық. Бұл модульдерде қол ұстағышпен жұмыс бөлігі 90 градусқа орналасқан қандай паяльник, дәнекерлегіш яғни пистолетті, стерженді, сифрлы, инфрақызыл дәнекерлегіш. Қай дәнекерлегіш? 90 градуста орналасқан. Пистолет. Жарайсыңдар, алтауы дұрыс жауап беріпті. Көрейік. Ахатжан бірінші орында келе жатыр, екінші Армен, үшінші Бақыт келді. Қалғандарын кішкене сұрағымыз.
ток көзіне тәуелді емес құрылғы. Аккумуляторлы паяльник, газды паяльник, керамикалық паяльник, импульсті паяльник. Жарайсыңдар? Арлен жарайсың? Белсенді қатысып отырыңыздар. Дәнекер, яғни прибор. Қайдан? Қандай заттан жасалады? Мыс, қалай мен қорғасын, алюминий және темір. Жарайсыңдар, жеті күнге дұрыс жауап беріпті. Арлен алдыда әлі. Соңғы сұрағымызға назар аударайық. Құрылғының тотығуына қарсы тұратын сұйықтық. Дәнекер, газ, күріш және H2O. Ол не? Су. Жарайсыңдар, алты білімге дұрыс жауап беріпті. Ал көрейік, жаңа сабақты қорытындылап болдық. Енді үшінші орынға ие болған кім? Бақыт келді. Екінші орында Ахатжан. Үшінші орында яғни кім? Түйіндедік. Яғни бізде алдыңғы сабағымызда кабельдер мен сымдардың тірестеу және жалғау сабағы болғандықтан осы сабағымыз осы кабельдер мен сымдардың бір-біріне дәнекерлеу. Яғни өз мақсатымызға жеттік пе? Жарайсыңдар, өз мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Осы бүгінгі сабақтан алған қорытындыларыңды, яғни білімдеріңді өмірлік жағдайда қолдануға бола ма? Кабельдер мен сымдарды бір-бірімен жалғап, біріктіріп, дәнекерлеуге бола ма? Болады. Ендігі кезегіміз бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылай отырып, бүгінгілер бүгінгі сабақты түйіндей отырып, кері байланыс квадрат тәсілі арқылы өз ойларыңызды білдіріп кетсеңіздер. Ал кім болады, кім айтқысы келіп тұр? Айта ғой. Олжас? Мен бүгінгі сабақтан күткенім өз мақсатыма жеткен деп ойлаймын. Бүгінгі сабақтан алған мәліметті мен өмірде үйде қолдана аламын деп ойлаймын. Жарайсың. Мен сабақтан алғаным тәжірибеде қолданылатын және қызықты бағыттар алдым. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті деп ойлаймын. Енді осы бүгінгі алған тәжірибемізді қолдана отырып, үйге тапсырма. Бірінші не? Бақылау сұрақтары. Сымдар мен кабельдердің тазалау әдістері, екінші дәнекерлеу, құралдың жұмыс істеу принципін ұғынып келу. Ендігі кезеңіміз үйге тапсырма. Бірінші бақылау сұрақтарына жауап береміз и төмендегі тәжірибелік сабақтардың сілтемесі бойынша видеоны қарау. Назарларыңа рахмет. Білімгерлер, сау саламатты болыңыздар. Сау болыңыздар.